Сәлем достар, түрік тілі 4-ші сабақ. 4-ші сабақ, яғни алдағы бізде сабақтарда септіктер кездеседі. Сондықтан жалпы бір септіктерге қысқа тоқталып кетейін. Сосын сабақтарда әрқайсысына жеке дара тоқталып өтеміз. Септіктер түрік тілінде исмин халлері деп аталынады. Исмин халлері, есімнің хал деген сөз жағдайы, яғни есімнің жағдайлары деп сөзбе-сөз аударсақ осылай аударманы береді. Исмин халлері түрік тілінде 5-ті. Септіктер түрік тілінде 5-еу. Олар ялын хал, атау септік, bulunma hali, жатыс септік, belirtme hali, табыс септік, yönelme hali, барыс септік, yönelme барыс септік, және айрылма халі, шығыс септік болып қазақ тілінде осылай аударылады. Яғни ялын халі деп өзі аты айтып тұрғандай, ялын жалаң деген мағына береді. Ешқандай hiçbir ek yoktur bu halde. Yani bu yalın halinde hiçbir ek yoktur. Ek ешқандай жалғау жалғанбайды. Yani bu ne? Bu kitap. Şu ne? Şu kedi. O kim? O öğretmen. Бұл не? Бұл не? Кім не сұрақтарына жауап береді. Атау септік. Екінші bulunma hali. Қазақ тілінде бұның жатыс септігі деп аударылады. Жатыс септігі, яғни нәреде, кімде сұруларының жауабыдыр. Кімде, қайда сұрақтарына жауап береді. Evde oturma, қайда отырма, evde oturma. Okulda öğren, мектепте үйрен. Көріп тұрғандарыңызға, егер жіңішке әріппен аяқталса, кез келген болуында де жалғау жалғанады дағыны, егер жуан дыбыспен аяқталса, да деген жалғау жалғанады. Егер ф, с, т, к, фыстықшы шахат, яғни ф, с, т, к, ч, ш, х, т әріптерінен кейін да де емес, та де жалғауға жалғанады. Мысалы, benim kitabım Ahmet T. Ahmet T әріпімен аяқталып тұр, яғни Ahmet T болады. Сосын benim annem ofis T. Бұл жерде де с әріпімен аяқталып тұрғандықтан ofis T. Яғни фыстықшы шахат әріптерімен аяқталатын сөздерде да денің орнына та де жалғауы жалғанады. Bulunma hali кетті. Енді belirtme hali. Belirtme hali дегеніміз не? Қазақ тілінде ол табыс септігіне келеді. Яғни кіммен нее сұруларының жауабыдыр. Кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Яғни ен, ел, ю, және и, у, еклеріyle yapılır. Солардың осы жалғаулар арқылы жасалынады. Яғни егер дауысты дыбыспен аяқталса кез келген сөз, онда мына жалғаулармен жалғанады. Дауысты дыбыспен аяқталып тұрса. Ал дауыссыз дыбыспен аяқталса, онда мынау жалғаулар арқылы жасалынады. Неге? Себебі екі дауысты дыбыс қатарынан бірге тұрмайды, сондықтан олардың ортасында е әріпі тұрады. Мысалы, kapıyı açtım. Kapı дауысты дыбыспен аяқталып тұр ғой. Есікті, kapıyı екеуінің ортасында е әріпі тұрады. Kapıyı açtım. Ал мына жерде ev дауыссыз әріп, сондықтан evi gördüm, үйді көрдім. Okulu boyadılar. Мектепті boyadı. Okulu. Неге? Okulu. Gülü koparmayın. Gülді жұлмаңыз. Çocukları buradan kim alacak? Babası çocuğu çağırdı. Әкесі баласын çocuğu. Мына жерде у жалғанды, баласын шақырды. Şimdi soruları cevaplayın. Қазір сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Belirtme hali табыс септігі кетті. Енді yönelme hali. Yönelme hali бұл қазақ тілінде барыс септігіне келеді. Кімге, неге деген сұрақтарға жауап береді. Яғни түрік тілінде кеме, нерeye
sorularının cevabıdır. Yani sen neye bakıyorsun? Ben arabaya bakıyorum, men машинаға қарап тұрмын деп тұр, ya. Yani ға-ке дегеніміз бұл жерде я, осы жалғаулары. Арабая, китаба bakıyorum, кітапқа, китаба, дәфтере, яғни жіңішке дыбыстармен аяқталса жалғанады, жуан дыбыстармен аяқталса жалғанады. Тағы да егер кез келген сөзіміз дауысты дыбыс сөзбен бірге тұрса, онда я. Просто жай ғана жалғанбайды, е әрпі арқылы жасалынады. Мысалы, синема дауысты дыбыспен аяқталып тұр, сондықтан синемая гид, киноға бар. Эве дön дауыссызбен аяқталғандықтан сіз өзі ғана жазылып тұр. Үйге қайт, эведен. Бұл жерде де түсінікті деп ойлаймын. Келесі кеттік. Өнерме харекетті. Енді айырылма халі. Айырылма халі демек шығыс септік. Яғни кімден, неден, кімнен, неден сұрақтары. Яғни кімден, неден сұруларының жауабыдыр. Данден, тантен жалғанады. Яғни бенден сана яр olmaz деген сөзі бар. Сенден, яғни өретменден кітабы алдым. Мұғалімнен кітапты алдым. Nereden geliyorsun? Okuldan geliyorum. Pikниктен geliyorum. Мына жерде к әрпіне аяқталғандықтан да, мына жерге та-тенің орнына, да-денің орнына, данден, тантен болып кетті. Офистен geliyorum. Офистан келе жатырмын. Мен циклдердің 5 түрінде алдық, бірнеше рет қайталаңыздар, қараңыздар. Түсінікті деп ойлаймын, түсінесіздер деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.